Акциялар құлағанда не істеу керек? Акциялар шынымен де бағасы 10%-ға, 20%-ға, 30%-ға құлаған кезде адамдар паникаға түседі да не істеймін дейді. Мен акциялар сатуым керек, мүмкін мен акцияларым төмен түсіп жатыр, мен оны сатуым керек деп паникаға түседі. Негізінде сіз инвестиция жасап енді бастап жатқан болсаңыз, сіз осындай сұрақтарды қойып жатсаңыз, демек сіз инвестицияны енді жасап бастап жатсыз. Демек сіз енді ғана өзіңіздің табысыңыздың кішкентай ғана бір бөлігін ғана инвестицияладыңыз. Бірақ сіз әлі өміріңіз алда, сіздің негізгі табатын ақшаңыздың көлемі сіздің болашақта. Сондықтан сіз керісінше акциялардың бағасы құлағанына қуануыңыз керек. Себебі қазір акциялардың бағасы төмендесе, демек сіз оны арзанырақ бағаға сатып аласыз. Демек сіз акциялардың бағасы арзандаған кезде